Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ата-аналармен ұйымдастырылатын жұмыстың нысандары. Сабағымыздың мақсаты ата-аналармен ұйымдастырылатын жұмыстың нысандары жайлы түсінік бере отырып, білім алушылардың ақпараттық-коммуникативтік қабілеттерін арттыру. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына келіп тоқталсақ, квест технологиясы арқылы ата-аналармен ұйымдастырылатын жұмыстың нысандарына саяхат жасаймыз. Ең бірінші саяхатымызды әңгімелесуден бастайық. Әңгімелесу балабақшаға балаларды әкелген кезде және үйге қайтқан кезде жүргізіледі. Тәрбиеші балалардың ет қызуын өлшеп, олардың көңіл-күйлерін, денсаулықтары туралы ата-анасымен әңгімелеседі және арнайы журналға белгілейді. Балалардың ұсақ қол моторикасы, бұлшық еттері, ақыл-ойлары дамыту мақсатында сенсорлық үстел үсті ойындарын ұйымдастырады. Келесі бөлімге саяхат бұл кеңестер. Педагогтың ақыл-кеңестері мен ұсыныстары отбасындағы әңгіме нәтижесіне байланысты болады. Тәрбиеші ақыл-кеңестер мен ұсыныстар ата-аналарға арналған көмектесуге материалды жеке папкеге жинап, отбасыларына кезектестіріп беріп отырады. Ата-аналар ұжымында талқыланатын мәселелер бұл ата-аналардың беделі, бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі, ата-аналардың міндеттері туралы заңдар, балаларды мектепке дайындау, мектепке дейінгі ұйымның бір жылға арналған жоспары, ата-аналар жұртшылығының жұмысы, отбасы мен жұмыстың ұжымдық нысандары, яғни мынаны қаралады екен, ата-аналардың топтық және жалпы жиналыстары, топтық кеңестер, ата-аналарға арналған кештер. Келесі тоқталатын нысанымыз жиналыс. Ата-аналар жиналыстарына мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеленіп жүрген барлық балалардың немесе жас ерекшелік топ балаларының ата-аналары шақырылады. Жиналыстың мақсаты ата-аналарға педагогикалық білім беру, олардың педагогикалық мәдениетін көтеру, бала тәрбиесінде көмек көрсету. Ата-аналар назарына белгілі бір тәрбие мәселелері бойынша баяндама ұсынылады, ол ата-аналармен талқыланады. Балалар бақшасы мен отбасының алдында тұрған бала дамуы мен тәрбие міндеттеріне, отбасындағы тәрбиенің жағдайына қарай ата-аналар жиналыстарының тақырыптары айқындалады. Келесі саяхатымыз ашық есік күні. Ата-аналар үшін ашық есік күндері ұйымдастырылады. Бұл бір жылға жоспарланады. Ол туралы ата-аналарға ерте бастап хабарланады. Ата-аналар балалардың сабағын, ойын және еңбек әрекетін серуендеуін бақылайды. Тәрбиешінің қандай да әдіс-тәсілдер пайдаланатынын, балалардың қалай оқитынын, еңбектенетінін, өздерінің ұжымда қалай ұстайтындарын көреді. Балалардың қалай сөйлейтінін, олар орындайтын әндер, оқыған өлеңдер, әңгімелер, дыбыс жазатын техника арқылы ата-аналардың назарына ұсынылады. Балалар шығармашылығының көрмелері ұйымдастырылады, яғни салған суреттері, жапсырған, құрастырған табиғи материалдан жасаған бұйымдары ұсынылады. Ашық есік күндері біздің білім алушылармен Өскемен қаласы әкімдігінің Еркетай балабақша бөбекжайында ұйымдастырылды. Іс-шараның жоспары бойынша мәдени-гигиеналық шаралар, сергіту сәттері, сюжетті рөлді ойындар ұйымдастырылды. Іс тәжірибесінің қорытындысын сол мекеменің әкімшілігімен бірге талқыланды. Келесі саяхат жасайтын нысанымыз бұл конференция. Конференцияның басты мақсаты отбасылық тәрбие беру тәжірибесімен алмасу. Ата-аналар алдын ала хабарламалар дайындайды, педагог қажетіне қарай тақырыпты таңдауда сөзін рәсімдеуге көмек көрсетеді. Конференцияда маман сөйлеуі мүмкін. Оның баяндамасы талқылауды, егер мүмкіндік болса пікірталасты тудыру үшін айтыс түрінде белгіленеді. Конференция бір мектепке дейінгі мекеме шеңберінде өтуі мүмкін, бірақ қалалық, аудандық деңгейде конференцияларда тәжірибеленеді. Конференцияның өзекті тақырыптарын анықтау маңызды. Мысалы, балалардың денсаулығына қамқорлық ету, балалардың ұлттық мәдениетке баулу, баланы тәрбиелеудегі отбасының рөлі деген тақырыптарды таңдауға болады. Конференция балалар жұмысының педагогикалық әдебиеттердің, мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысын бейнелейтін материалдар және көрмелер дайындалады. Конференцияның балалардың мектепке дейінгі ұйымның қызметкерлерінің отбасы мүшелерінің бірлескен концертімен аяқтауға болады. Келесі бұл педагогикалық семинар. Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығын оқытушылары мен Өскемен қаласы әкімдігінің азамат балабақша бөбекжайында ата-аналарды педагогикалық сауаттандырудың жаңа бағыттары атты тақырыбында семинар өткізілді. Мақсаты ата-аналарды педагогикалық сауаттандырудың білімдік, тәрбиелік бағыттарын мектепке дейінгі ұйымдар педагогтеріне дәріптеу болып саналды. Келесі
Ата-аналар құзыреттілігін жетілдіру, өзара тәжірибе алмасу тақырыбында Өскемен қаласы әкімдігінің Еркетай балабақша бөбекжайында ұйымдастырылды. Саяхатымыз соңғы аялдамасы шеберлік сағаты. Бұл жерде балаларды қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыруда, деніш блоктарының 4 қасиетімен таныстыруда. Смарт-столдағы жыл мезгілдеріне байланысты ойындарды орнына орналастыру. Мектеп жасына дейінгі балаларды дене тәрбиесіндегі негізгі жаттығуларды және сергіту жаттығуларын орындауда альфа роботпен бірге орындауды ұсынамыз. Саналы ұрпақ ұлттық ассоциациясының өнімдері балабом дамытушы ойын жаттығулары ұсынады. Бұл ойынның ерекшелігі балалардың аймақтық компонент туралы түсініктерін қалыптастыру. Басковичтің дамыту ойындарына байланысты фиолет белес ойында балаларды табиғаттың құбылыстарының заңдылықтарын танып білуге және де табиғатта мекендейтін жануарлар тіршілігімен танысу. Үйге тапсырма. Сөздік дәптерлеріңізді жаңа терминдармен толтырасыздар. Дәстүрден тыс ата-аналар жиналысын үлгісін жасайсыздар. Топты өз таңдауларың бойынша таңдап аласыздар. Сонымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, әр отбасын, оның тұрмысын, бала тәрбиелеу жүйесін жақсы білуді, өзара түсіністік пен сенім қалыптастыруды талап етеді. Сондықтан да мектепке дейінгі ұйым мен отбасы арасындағы нысандарды жоспарлы және жүйелі түрде ұйымдастыру болып табылады. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.